Мен қазір бір еркектер туралы айтып көрейінші енді. Айтайын ба? Жалпы неге екен білмеймін, біз еркектер көбіне осы көшеде жұмыста жүрсек көңілді жүреміз. Көңілді кәм, керемет. Ха-ха-ха, қалай жылдай? Кон-кон-кон-кон. Вот үйге келсек, бітті тек. Есіктің тұтқасын ұстайды. Бір қараңғы өмір керіп кетіған секілді бар ғой. Өзінің үйі емес кәдімгі бір кәм білмеймін не екен, бүйтіп қалады тек. Түрді қараңыздар. Қақ. Қақ. Алсаңдар ше. Не мынау? Өй бір. Тамақ бар ма? Енді кіммен қалай сөйлессең, сондай жауап аласың. Бар. Не айғалайсың? Кім айғалап тұр ғой, дайын шеш. Өй, сен тамақ бергеніңді әйтеуір бар ғой. Сабақ оқыдың ба? Я. Жоқ, неге өзіміз үйдің ішінде сол ауа райын құрып жүрміз дейміз де? Бір ән бар еді, главнее всего погода в доме деген. Үйдің ішіндегі ауа райы бізге байланысты екен. Білмеймін, үйдің ішінде бүйтіп жүреміз. Телефон қарақ қоясың әйтеуір арасында бүйтіп. Ол телефон тыстамайды қалтасынан. Ішінде секретный информация бар. Дәретханаға кірсе де алып береді. Артынан жеңгем жүреді телефонды аңдып. Бір жерде қалып қойған жоқ па деп. Ол қалып қойса, неге қиналып жүрміз деймді, түсінбеймін мен соны. Неге бұлай жүрмеске? Керісінше, көшеде салмақты, ер жігітке кәм лайықты мінезіңмен, ешқайда қарамай, бейтіп мені қараңыздар. Сен егер бейтіп жүрсен, көшеден мені үйіп кейіп жүрген қыздар ұзын көйлек кейіп ешкім қарамағасын. Есік алдына келдің, есіктің тұтқасын ұстадың. Өйткені үйдің ішінде сенің жандарың бар. Сені ойлап отырған адамдар үйдің ішінде. Ал мына жақтағылар сені ойлап жүрген жоқ. Сен жұмыстан түсіп қалсаң, сол күні хабарласпай қалатындар. Амандығын тілеп отырған жоқ, өліп қалса да бәрі оларға. Ал үйдің ішіндегі адамдарға бұлай кіру керек деп ойлаймын. Олар соған лайықты. Міне бұлай. Есікте біледі. Баттан-қан, қашан-қан, жаным менің бар мекен, баттан-қаным бар мекен. Мына жақтан бала шығат бейт. Оппана, тамақ бар ма? Кухнядан жеңгеміз шығат. Тамақ бар. Қандай керемет, үйдің ішінде әкесі мен анасының мейірімін көскен, өздері бір-бірімен күліп қараса, бала да көңіл жүреді. Үйде көңіл жүрсе, ол сыртта да көңіл жүреді. Қайсысы жақсы, айтыңыздаршы. Біріншісі, екіншісі. Екіншісі қандай керемет. Жақсы дейміз де, бірақ біріншісін істейміз. Шынымен қазір концерт бітеді. Еркектер қазір білмеймін қайда шығады да бетеді. Болшы, машина қыздыру керек, тез болшы. Неғып жүре, болшы. Артынан әйелі кетпеді. Ту, жаңа Тұрсынбек айтқан жоқ па, ұмытып қалдың ба? Не, жаңа айтты ғой деп жоқ. Шынымен, өмірде болды ма сіздердің бастарыңызда бір адамға айтқан кезде, сәлематсыз ба деген, кеше дегенде. Болмайды ондай. Өйткені танайық, танымайық бір-бірімізді. Көшеде де, машинаның ішінде де бір-бірімізбен ырылдасып жатамыз, жол бермей тіпті. Жол берші, бара тұрған жеріңе сенің жолың болады. Мейірімді болайық, танайық, танымайық, әрқашанда.